Сәлем достар, бұл тағамның аты жаппасай немесе ленивый манты деп аталады. Алдымен тестісін дайындаймыз. Ұнымызға тұз салып, бір жұмыртқа салып, жылы су құйып, басып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Етімізді осылай уақтап турап, майға қуырамыз. Үстіне биязымызды уақтап турап саламыз, араластырып қуырамыз етімен. Енді оның үстіне сәбізімізде уақтап турап, салып араластырып қуырамыз. Үстіне картобымызды да уақтап турап салып, дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка, дәмдеуіштер салып, үстіне су қойып, осылай үстін жауып тұратындай етіп су құйып, 30-40 минуттай пісіреміз. Енді нанымызды илейміз. Нанымызды осылай илеп, төртбұрыштілеп кесіп аламыз да, мантаваркаға салып, осылай май жағып, 30-40 минут пісіреміз. Немесе бұны салманың үстіне қойып бірден пісіруге болады. Мен осылай бөлек пісіріп алдым. Енді бұны нанның ортасына салмасын салып жейміз.